Мен Абай атындағы жалпы білім беретін мектептің 9 сынып оқушысы Дәуренқызы Гүлзада сіздерге Мұхтар Әуезовтың 125 жылдығына арналған «Оқы, таны, талқыла» атты бейнеролигін ұсынамын. Мұхтар Омарханұлы Әуезов қазақтың ұлы жазушысы, қоғам қайраткері, ғұлама ғалым, Қазақстан ғылым академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген ғылым қайраткері. Ол қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданындағы Бөрлі деген жерде 1897 жылы 28 қыркүйекте туған. Шыққан руы Қожа. Мұхтардың атасы Әуез ескіше сауаты бар араб, парсы, орта-азиялық түркі әдебиетімен таныс болған. Мұхтар бала кезінде атасының үйретуімен арабша хат таниды. Мұхтардың әкесі Омархан да, атасы Әуез де Абай ауылымен іргелес отыратын құдалы дос-жар адамдар еді. 1908 жылы Семейдегі Камалиди Хазірет медресесінде оқып, одан кейін орыс мектебінің дайындық курсына ауысады. 1910 жылы Семей қалалық 5 кластық орыс қазына училищесіне оқуға түсіп, соңғы классында оқып жүргенде «Дауыл» атты алғашқы шығармасын жазады. Мұхтар Әуезовтың «Абай жолы» романы әлемге әйгілі роман-эпопеясы. Абай жолы қазақтың көркем прозасын классикалық деңгейіне көтеріп, әлем әдебиетіне көркемдік қуат әкелген үздік туынды. Әуезов өзінің роман-эпопеясында қазақ халқын, оның ұлттық дәстүрін барлық қырынан энциклопедиялық деңгейде жан-жақты ашып көрсетті. Әуезовтың «Абай жолы» роман-эпопеясы әлемдік деңгейде 20 ғасырдағы ең үздік шығармалардың бірі деген жоғары баға алады. Сондай-ақ бұл роман-эпопея қазақ халқын қала берді бүкіл түркі әлемін дүние жүзіне танытқан ұлы шығарма ретінде де танылды.